Сәлем достар, фаршированный перец дайындау үшін мынандай көкөністерімізді дайындап аламыз. Маған қажет 2 картоп, 1 жуа және жарты келі фарш, 100 грамм күріш, сосын тәтті бұрышымызды дайындап алдық. Және тәтті бұрыштың ішіндегі фарш сыртқа шыққанда бөлініп ыдырап кетпес үшін 1 жұмыртқа қосқан дұрыс. Көріп отырғандарыңыздай картоптың барлығын кубиктап турап, жуаны да дәл солай қылып турадым. Менің жуам өте үлкен болғандықтан жартысын пайдаландым, жартысын фаршқа, жартысын қазір сорпасына қосам. Тұз бен бұрышты татымына қарай саласыздар. Біреу ащыны жақсы көреді, біреу тұщыны жақсы көреді деген сияқты. Осылай жақсылап барлығын араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, көріп отырғандарыңыздай жуаны майға қуырмаймын, күрішті бұқтырып алмаймын, сол шикілі күйінде қосам. Енді көріп отырғандарыңыздай тазаланған тәтті бұрышымызға осыны қолмен саламыз, нығыздап. Қасықпен салсақ ыңғайсыз болады. Сосын менде күріш бұқтырмағандықтан байқасаңыздар мықты толтырмаймын, себебі күріш бүккен кезде қазір ол көбейетінін білесіздер. Сондықтан мықты толтырмай салуға кеңес берем. Енді қарап отырсаңыздар, мен фаршқа картоп салған жоқпын. Картопты мен сорпасын салайын деп тұрмын. Себебі картопты жаратпайтын адамдар болады. Сорпада болса әйтеуір сорпаның ішінде қалады ғой. Картопты осылай ерекше гүл тәріздес қылып турадым. Ол да бір өзіндік көркін береді сорпаға. Жаңа жарты қалған жуаны тағы турап, оны қазір мен сорпасына салам. Осылай ұзыншалап турап алам. Көріп отырғандарыңыздай қазанды қыздырып, май құйып, жаңағы тураған жуамыз салып, кішкене шыжытып алып, оның үстіне дайындап қойған сәбізімізді саламыз. Көріп отырғандарыңыздай болар-болмас томат салдым. Міне осылай бұрыштарымызды қойып аламыз да, үстіне су құямыз, яғни бұрыштарымыз батып тұру керек. Мен бұл жерде фаршированный перцті сорпасымен жасап жатырмын, сондықтан суы мол. Сорпасына да татымына қарай тұз саласыздар. Міне осылай 40 минут баяу отта қоямыз. Аз болсын, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Дайындап көріңіздер.